Барлығыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода ағылшын тіліндегі сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі түсіндірілетін болады. Яғни сіз осы видеоны көрген соң сөйлемді дұрыс құрай алатын боласыз. Егер осы жайлы білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Сонымен қатар каналға тіркеліп, қолдау көрсетуді ұмытпаңыз. Осылайша сіз қазақ тілі контенттің дамуына өз үлесіңізді қоса аласыз. Ал ендеше бастайық. Ағылшын тілінде, сөйлемде әрбір сөйлем мүшелерінің өздеріне тән орны болады. Ең алдымен келесі берілген мысалға назар аударайық. Мысалы, Sue bought some new shoes yesterday. Бұл сөйлемде bought дегеніміз verb, яғни етістіктің қызметін атқарып тұр. Some new shoes дегеніміз object болып тұр, яғни object дегеніміз толықтауыш. Sue дегеніміз subject болып тұр, яғни subject дегеніміз бастауыш. Біз бұдан нені түсінуіміз керек? Яғни ағылшын тілінде сөйлемдегі сөздер осы рет бойынша басталады. Subject, verb, object. Бастауыш, етістік, толықтауыш. Егер де сіз осы заңдылықты бұзатын болсаңыз, сіздің сөйлеміңіз қате құралатын болады. Ал ендеше осы сөйлемді қазақ тіліне аударып көрелік. Қазақ тіліне аударатын болсақ, Sue кеше бірнеше жаңа аяқ киім сатып алды деп аударылады. Байқап отырғандарыңыздай, қазақ тілі мен ағылшын тіліндегі сөздердің орын тәртібі мүлдем өзгеше болып келеді. Егер біз ағылшын тілінде Sue bought yesterday some new shoes деп сөйлем құрайтын болсақ, бұл үлкен қателік болып саналады. Сонымен бұдан түйетін қорытындымыз сөйлемде бастауыш, етістік және толықтауышты білдіретін сөздер қатар келуі керек. Толықтай түсінікті болу үшін келесі мысалдарға назар аударайық. Алғашқы сөйлем. I like Italian food very much. Like сөзі етістіктің рөлінде, Italian food сөзі толықтауыштың рөлінде. Екінші сөйлем. Did you watch TV all evening? Watch сөзі етістік, TV сөзі толықтауыш. We invited a lot of people to the party. Invite сөзі етістік, a lot of people сөзі толықтауыштың қызметінде тұр. Келесі. I opened the door slowly. Open сөзі етістік, the door сөзі толықтауыш. Келесі where және when. Where дегеніміз қайда деген мағынаны білдіреді, when дегеніміз қашан деген мағынаны білдіреді. Ең алдымен берілген мысалға назар аударайық. We went to a party last night. Бұл сөйлемде to a party сөзі where сұрағына жауап беріп тұр, last night сөзі when сұрағына жауап беріп тұр. Біз ағылшын тілінде we went last night to a party деп мүлдем айта алмаймыз. Себебі ағылшын тілінің ережесі бойынша міндетті түрде алдымен орынға байланысты білдіретін сөз қолданылуы керек, екінші уақытты білдіретін сөз қолданылуы керек. Толық түсінікті болу үшін келесі берілген мысалдарға назар аударайық. Бірінші сөйлем. Lisa walks to work every day. Бұл жерде to work жұмысқа деп тұр. Сондықтан да біз бұны бірінші қолданамыз. Every day уақытты білдіріп тұр. Сондықтан да екінші қолданамыз. Келесі екінші сөйлем. Will you be at home this evening? At home орынды білдіріп тұр. This evening уақытты білдіріп тұр. Үшінші сөйлем. We arrived to the airport at 7 o'clock. To the airport, яғни аэропортқа деп орынды білдіріп тұр, сондықтан да бірінші қолданамыз. At 7 o'clock уақытты білдіріп тұр, сондықтан да екінші қолданамыз. Келесі соңғы сөйлем. They have lived in the same house for 20 years. Яғни house деп үйді білдіріп тұр, яғни орынды білдіріп тұр, сондықтан да бірінші қолданамыз. For 20 years, яғни уақытты білдіріп тұр, сондықтан екінші қолданамыз. Міне достар, бүгінгі видео осымен өз мәресіне жетті. Сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Егер де өзіңіздің жеке сұрағыңыз болатын болса, комментарий бөліміне пікір ретінде қалдырсаңыз болады. Ал ендеше сау болыңыздар.